Түркістан облысының мәдениет және туризм басқармасы мемлекеттік мекемесі тапсырысы бойынша қазақ тілін шет тілі, екінші және туыс тіл ретінде оқытудың лингводидактикалық негіздеріне сүйенген А2, Б1 деңгейлері бойынша бейнефильм. Өзге ұлт өкілдеріне арналған бейне сабақ. Армысыздар достар, мен сіздерді қазақ тілін үйрететін ұстаздарыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Қазақ тілін шет тілі, екінші және туыс тіл ретінде оқытудың лингводидактикалық негіздеріне сүйенген А2, Б1 деңгейлері бойынша оқу құралы және бейнефильмдер ұсынамыз. Бұл фильмдерге оқулықтың ішінде берілген QR кодымен ене аласыздар. Оқу құралында қазақ тілін ауызша және визуалды мәтіндерді түсіну, жазбаша және визуалды мәтіндерді түсіну, ауызша және жазбаша түрде тілді қолдану негізінде оқыту жүзеге асырылған. Оқу құралы танысу, тарихи қала Түркістан, қазақ отбасындағы тіршілік, университет, қазақ дастарханы, демалыс күндері, демография, табиғат тамашасы атты лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды. Әр сабақтың тақырыбына орай белгілі бір көркем шығарма оқуға алынған, яғни тіл үйренушілер қазақ тілін меңгерумен қатар қазақ әдебиетінің жауһар шығармаларымен де танысып, игеруге талпыныс жасайды. Оқулықта берілген тапсырмаларды орындап және қайталау қажеттігі туындап жатса, қайта көріп, Түркістан өлкесін тағы да бір тамашалау мүмкіндігі әбден бар. Рахмет.